Армысыздар, бұл полиция KZ бағдарламасы. Сіздермен бірге Шұғыл Тұрлыбек. Бүгін көретіндеріңіз. Ақтөбеде есірткі сатумен айналысқан күдікті ұсталды. Павлодарда полицейлер ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жолға қойған есірткі тарату арнасын жойды. Солтүстік қазақстандық батыл полицей туралы айтамыз. Ақтөбеде есірткі сатушы ұсталды. Облыстың 48 жастағы тұрғынынан жеке тексеру кезінде полицейлер өсімдік тектес зат пен ерекше иісі бар, салмағы 2 келіден асатын түйір анықтады. Ұсталған адам тұрған жалдамалы пәтерде осыған ұқсас тағы бір түйір табылды. Сараптама тәркіленген заттың марихуана екенін көрсетті. Есірткінің жалпы салмағы 4 келіден асты. Ұстау кезінде күдіктінің есірткілік масаң күйде болғаны белгілі болды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабының 3 бөлігі 3 тармағы, яғни есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Ер адам мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жарты жыл ішінде Ақтөбе облысында 24 келіден астам есірткі заты тәркіленді. Павлодарда есірткі таратумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Полиция қызметкерлері 18 бен 36 жас аралығындағы 7 адамның интернет арқылы психотроптық заттарды сатқанын анықтады. Олар әлеуметтік желілердің көмегімен өзара байланысқан, сатуға арналған дозаларды жасырып кетіп отырған. Тәртіп сақшылары топ ұйымдастырушылары мен психотроптық заттардың негізгі жеткізушілері саналатын 32 және 36 жастағы 2 күдіктіні де құрықтады. Ұсталған 9 адам уақытша ұстау изоляторында. Руслан Ахматов қызмет атқару барысында бірнеше адамның өмірін аман алып қалып, басқа да батыл әрекеттері үшін 2 мәрте өз кәсібінің үздігі атанған жауапты қызметкер. Ол 2016 жылы өз өмірін қатерге тігіп, автомобиль көпірінің арқасынан секіруге тырысқан қызды құтқарды. Қуанышқа орай оқиға сәтті аяқталды. Я говорю, скажите, что случилось? Вот? Как так? Зачем вы сейчас залезли на мост? Что вы хотите сделать? Она говорит, я буду прыгать сейчас. Я говорю, не надо, у вас же есть семья, близкие, родители. Это... Ну, как не так это вообще? Я говорю, не надо это делать. И она начала что-то уже нервничать, реагировать она начала. Потом я ей говорю, успокойтесь, пожалуйста, давайте с вами поговорим, расскажите мне. И мы начали с ней общий язык находить, контакт. Она говорит, вы курите? Я говорю, нет, я не курю, я спортсмен. Она говорит, ну, возьмите у кого-нибудь сигарету, дайте мне, пожалуйста. Я говорю, я беру у напарника сигарету, и получается, я говорю, сейчас я к вам поднимусь туда. И я начал потихоньку подниматься на этот мост, на самую верхушку. И вот, когда, подходя к ней уже за метр, она говорит, не подходите мне. Я говорю, а как я вам тогда передам сигарету? То есть и все, и подойдя к ней, я ей передаю сигарету, в этот момент я беру ее и хватаю. Осы ерлігі үшін Руслан төтенше жағдай органдарымен 3-ші дәрежелі құтқарушы төс белгісімен марапатталды. Ал биыл көптен күткен мемлекеттік марапат өз иесін тапты. Полицияға лейтенанты ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың қолынан ерлігі үшін медалін алды. Для меня это большая гордость, для моей семьи, для моих коллег, для моих родственников, то, что такую медаль, государственную награду мне дали. Для меня это очень приятно, для меня это даже неописуемое чувство такое. Очень рад. Спасибо большое, что меня увидели, то, что мой труд оценили. Руслан атап өткендей, полицияда жұмыс істеу жақсы дайындықты қажет етеді. Кәсіби ғана емес, дене дайындығы да мықты болуы тиіс. Бала кезінде ол полиция қызметкері болуды мақсат етіп, бокс, қоян қолтық ұрыс үйірмесіне бара бастаған. Бүгінде Руслан осы спорт түрлері бойынша спорт шеберіне үміткер атағына, спорттық атудан 1-ші разрядқа ие. Будем всегда помогать людям, будем стремиться. Самое главное, я считаю, надо быть добросовестным, порядочным, выполнять свои функциональные обязанности с достоинством и просто оставаться человеком. Босанған әйелді перинаталдық орталыққа кедергісіз жеткізу, сынған автокөлікті сүйреп апаруға көмектесу, қарт адамды жолдан өткізу, жоғалғандарды іздестіруге қатысу, қызметте түрлі жағдайлармен бетпе-бет келуге тура келеді. Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында ерлік істері үшін 8 полицей ерлігі үшін медалімен марапатталған. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.